Сәлеметсіңдер ме балалар? Жарастану сабағына қош келдіңдер. Мен Ақсу негізгі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Әлеумбетова Қорлан Елемес қызымын. Сабағымызды бастамас бұрын ребус шешіп алайық. Бірінші әріптері бойынша жасырынған сөзді тап, олар туралы не білесің? Бірінші суретте не көріп тұрмыз балалар? Әрине, көйлек сөзі қандай әріптен басталыптыр? Дұрыс айтасыздар, к әрпінен басталыптыр. Келесі суретте не көріп тұрсыздар балалар? Дұрыс айтасыздар, үтік сөзі қандай әріптен басталыптыр? Дұрыс айтасыздар, әрпінен басталыптыр. Келесі суретте не көріп тұрмыз балалар? Нар. Дұрыс айтасыздар, нар. Қандай әріптен басталыптыр? Әріптен басталыптыр. Демек, қандай сөз шығады сонда? Дұрыс айтасыздар, күн. Демек, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы күн жерге қалай әсер етеді. Яғни, не жайында болды сабағымыз? Күн жайында болып тұр. Сабақ мақсаты күн мен жердің арасындағы байланысты және жердің табиғи серігін анықтау. Жылу, жарық, отты шар, жұлдыз, осы сөздер неге қатысты айтылады екен балалар? Дұрыс айтасыздар, күнге қатысты айтылады екен. Күн болмаса, жерде тіршілік болмас еді. Күн сәулесі өсімдіктердің өсуіне әсер етеді. Оларға күннің жарығы мен жылуы өте қажет. Ал өсімдіксіз жануарларда, адамдарда өмір сүре алмайды. Бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Сонымен қатар күннің сәулесі жердің бетін қыздырады. Күн болмаса, біздің ғаламшарымыз мұзға айналып, қатып қалар еді балалар. Онда сіздер қазір жердің ғарыштағы орналасуына болжам жасаңыздар. Жер күнге жақын орналасса, онда дұрыс айтасыздар, жер күнге жақын орналасса, онда күн жерді күйдіріп жібереді. Жер күннен алыс орналасса, дұрыс айтасыздар балалар, онда жер мұз болып қатып қалар еді. Ал егер күн сөніп қалса ше балалар? Дұрыс айтасыздар, егер күн сөніп қалса балалар, онда жердегі тіршілік тоқтайды екен. Өте жақсы балалар. Күндіз күн жерге жарық түсіреді. Және жерді күн жылытады. Ал кешкісін күн көкжиектің ар жағына барып орналасады. Қараңғы түсіп түн болады сонда. Енді кезек, дұрыс айтасыздар, айға келеді. Ай бұл түнгі аспандағы ең жарық дене. Бірақ ол өзінен жарық шығармайды. Айдың беті күннің сәулелеріне шағылысады да, содан барып жарқырайды екен. Ай бізге ең жақын орналасқан аспан денесі. Ай жердің серігі, жер айды өзіне тартады. Ай жерді және күнді жермен бірге айналады екен. Онда суретке қарайық балалар, аспан денелерінің қозғалысын түсіндірейік. Дұрыс айтасыздар, күнді жер айналып қозғалады екен. Ал ай болса жерді айналады. Және жермен бірге күнді айналады екен. Сен білесің бе балалар? Тасбақалар айды айнала ұшқан алғашқы тіршілік иелері. Ғарыш кемесінде олармен бірге жәндіктер, өсімдіктер, балдырлар және түрлі тұқымдар болған екен. Балалар, айдың жер ғаламшары үшін маңызы қандай? Кәне дәлелдейік. Қуаныштың тұжырымын оқы.
Сен онымен келісесің бе? Дұрыс айтасыз, балалар. Қуаныштың тұжырымы дұрыс. Айдың арқасында күнтізбе пайда болған. Ай біздің көңіл күйімізге әсер етеді екен. Онда балалар естеріңе сақтаңдар. Айдың бетінен дөңгелек шұңқырларды көруге болады. Бұл шұңқырларды кратерлер деп атайды. Олар метеориттердің құлауынан пайда болған екен. Қазір балалар сіздер тәжірибе жасауларыңызға болады. Айдың бетін жасап көріңіздер. Ол үшін тостағанға ұн сеп, оған метеориттерді, яғни тастарды лақтыр. Айда нелер пайда болды? Дұрыс айтасыздар, балалар. Ол кезде айда шұңқырлар пайда болады. Бұл шұңқырларды не дейміз? Кратерлер деп атайды екенбіз. Өте жақсы, балалар. Енді, балалар, сіздер қазір ғарыш денелерін салыстырыңыздар. Суретке қарап қорытынды жасаңыздар. Дұрыс, балалар, дұрыс салыстырдыңыздар. Күн жерден үлкен екен. Ал күн айдан да үлкен. Ал ай жерден кішкентай екен. Өте жақсы, балалар. Келесі тапсырманы орындау үшін, балалар, QR кодты сканерлеп келесі тапсырмаға өтуге болады екен. Жақсы, онда тапсырманы орындаңыздар. Күн туралы мәліметтер және ай туралы мәліметтер. Бірінші күн туралы мәліметтерді орналастырайық. Күн туралы мәліметтерге не жатады? Күн түсі сары емес ақ. Дұрыс айтасыздар. Келесі мәлімет күн туралы. Дұрыс айтасыздар. Жерге жақын жұлдыз. Дұрыс айтасыздар. Күн жерде емес, жер он айналады екен. Өте жақсы. Енді ай туралы мәліметтер толтырайық. Жерге ең жақын аспан денесі. Дұрыс айтасыздар. Жердің табиғи серігі. Дұрыс айтасыздар. Өзінен жарық шығармайды. Кәне тексеріп көрейік, балалар. Тамаша. Өте дұрыс орындарыңыздар, балалар. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Күннің қандай пайдасы бар? Күн шуақтарына топтап жаз. Дұрыс айтасыздар, балалар. Күн жылу береді, жарық береді, жерді қыздырады. Күн тіршілік үшін өте қажет, жануарларға керек, адамдарға, өсімдіктерге өте қажет екен. Енді ай туралы мәліметтерді жұлдыздарға топтап жазып көр. Ай туралы не білдің? Өте жақсы, өте дұрыс айтасыздар. Ай жердің табиғи серігі екен. Ай түнде шығады. Ай өзінен жарық шығармайтын дене. Оның жарық шығаратын себебі оған күннің беті, күннің сәулесі түседі. Сол кезде ол не істейді екен? Жарқырайды екен. Жақсы, балалар. Онда үйде сіздер мына сұраққа жауап беріп келіңіздер. Ай аспан денесі ме, әлде басқа мағына бере ме? Жаңа айды толған айдан қалай ажыратуға болады? Ғаламшарымыз үшін күн қаншалықты маңызды? Осымен жаратылыстану сабағы аяқталды, балалар. Зейін салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.